Эфирде кешкі кездесу бағдарламасы жалғасады көрермен. Алдымызда көктем, наурыз айы келе жатыр. Шуақты көктемнің алғашқы күнінен ақ мерекелі болмақ. 1 наурыз еліміздегі айрықша мерекелердің бірі. Алғыс айту күні. Бұл күн жай ғана күнтізбедегі дата емес. Бұл жүректерді жақындататын, адамдарды ізгілікке үндейтін, ризашылық пен құрметтің қадірін ұғындыратын ерекше мейрам. Осы тұста мен әріптесім Аидаға алғысымды білдіріп кетейін. Өзі маған қалдырмай сценарийдің бәрін жазып, күнделікті ұсынып отыратын. Сізге де рахмет аға, осыны жазып берсем, маған рахмет деп алғыс айтқаныңыз үшін алғысымды айтамын. Эфирімізді жалғастырамыз. Шуақты көктемнің алғашқы күнімен қатар келуде бекер емес, тарихтың қилы кезеңдерімен қазақ жері тағдыр тәлкегімен келген талай ұлт пен ұлысқа пана болды. Қиын қыстау заманда құшағын айқара ашып, барымен бөліскен кең пейіл қонақжай қазақ халқы көптеген этностарға үміт пен тірек сыйлады. Сол жаңашылдық пен бауырмалдықтың арқасында бүгінде Қазақстан көп ұлтты бірлігі жарасқан, татулығы бекем мемлекетке айналды. Бүгін бізбен бірге ұлттар достығын дәріптеп, қоғамдық келісіммен бірге бірліктің нығаюына өз үлесін қосып жүрген күрд этносының абыройлы өкілі Юсупов Бадир аға бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келіпсіз аға. Рахмет, қош көрдік. Қайырлы кеш, көңіл күйіңіз қалай? Бүгін біздің студиямызға қалай жеттіңіз? Жақсы, өте жақсы. Мен кеше маған хабарлама келгеннен кейін бүгін Құдай қаласа жетіп барамын деп, маған осы ауызашадан кейін жетіп келіп, жақсы көңілмен, жақсы ниетпен келіп отқан жерім. Алғыс айту күніне де 1 күн қалды. Осы алғыс айту күні сіз үшін қандай мағына береді? Алғыс айту күні біздер үшін, біз жылда 1 наурыз күні алғыс айту күнін екен біле тұрып, өз аудан орталығымызға барып, бала шағамызбен бірге барып, сол жерде бірінші кезде жиналыс болады, марапаттау болады, басқа нәрсе болады, бәрі әкім, аудан әкімдер бәрі вручать етеді, оны жағдай болғаннан кейін аяқ жақ концерт болады. Бір сөзбен айтып өткенде, біздер үшін ол мейрам. Алғыс айту күні ол мейрам. Себебі ата бабамыз қиын қыстау кезінде келген кезде қазақ елі өте жақсы қол жайып қарсы алып күтіп алғаннан кейін біздер үшін оны біздің Қазақстан мемлекетіміздің елбасымыз 1 наурыз күні сондай жария қылып алғыс айту күні деп белгілеп қойған екен. Сол біз үшін жалпы мейрам ретінде күтіп аламыз біздер. Керемет аға. Өте керемет. Енді аға осы қазақ жерінде тұрғаннан кейін өзіңіз қазақ жерінде туылып өспісіз. Қазақ халқына деген қандай да бір пейіліңіз, ықыласыңыз бар ма? Бар. Мен Қазақстанда өзім туып өскеннен бері Қазақстан елінде, жерінде өмір сүріп келе жатып, үлкен дәрежеде жүрдік, қызметте жасап жүрдік. Бала шағамыз қазір қызмет жасап жүр. Өзімізде жүрміз. Біз қазақ ағайындардың, қазақ елінің ата бабамыз бұрыннан бізге айтып келген жері, қай жерге барсақ Қазақстан елі сияқты жер жоқ екендігін ата бабамыз айтып келген. Одан бері біз білеміз. Мен өзім көп мемлекеттерде жүргенмін. Ол жерлерде ашын қонақ болып барсам болады, өмір сүру үшін Қазақстан елі сияқты жер жоқ деп ойлаймын мен. Себебі Қазақстанда біздер туылып өсіп, Қазақстан суын ішіп, топырағына ауына өскеннен кейін бізге Қазақстан мемлекеті өте тамаша. Әр кезде айтамыз, Қазақстан еліміз аман, жұртымыз тыныш, Қазақстан мемлекетіміз көк байрағы көктен желбіре берсін деп қуанып жүреміз біздер. Ой, керемет аға. 130-дан астам ұлттар бір-бірімен тату, бәріміз тату өмір сүріп жатқанда, осы татулықты сақтап қалу үшін жастарға қандай өсиет айтатын едіңіз? Кеңес. Мен жастарға айтайын деген, мынау біздер осы біздің заманда өмір сүріп келдік. Бізбен қатар кісілермен бірге өмір сүріп келдік, қызмет жасап келдік. Тату деген ауызбіршілік өте жақсы болатын еді. Қазіргі таңда енді мынау жастар қазір бір-бірін араға іріктік салу бар, басқа бар демекшідей. Сондайдың бәрін тоқтатып, қазіргі заманда өте қиын қыстау заман, қазір Ресейде не болып отыр, Украинада не болып отыр, соғыс болып отыр, басқа болып отыр. Біздің Құдайға шүкір Қазақстан еліміз тыныш, жұртымыз аман өмір сүріп отқаннан кейін жастарымызға айтатын тату-тату өмір сүріп, бір жан үйедей бір шаңырақтың астында жүргенге не жетсін деп ойлаймын мен. Өте дұрыс айтасыз аға. Өте дұрыс. Тыныштықты сақтау барлық азаматтың өзінің парызы ғой, тыныш жүру керек дейсіз, бір-біріне татулықта. Енді аға, осы сіздердің
өздеріңіздің салт дәстүрлеріңіз бар. Енді әр елдің салты басқа дейміз ғой. Сіздер осы өздеріңіз салт дәстүрлеріңізді Қазақстанда әлі күнге дейін ұстанасыздар ма? Біздің салт дәстүрмен бір ұқсас тұстары бар ма жалпы? Біздің салт дәстүріміз, өз тілімізді жоғалтқан жоқпыз. Өз тілімізді жақсы игеріп келеміз. Өз тілімізді қазақша, өз тілімізді 99% білетін болса, қазақшаны 100% білеміз деп айта аламын. Ол біздің дәстүріміз, өзіміздің дәстүріміз бар. Өзіміз тойларда өз биіміз бар, дәстүріміз бар. Ал бірақ та көп жері қазақша болып кеткен бізде. Себебі тойымыз бірдей, бес тойымыз бірдей, сүндет тойымыз бірдей, құдалығымыз бірдей, бар қазақ ағайындарымыз бірдей, ұқсас. Ал өз дәстүріміз бар, өз тағамдарымыз бар, ұлттық киіміміз бар, ұлттық. Сол тағам қандай тағам сіздерде? Біздің мынау күрт ұлтының тағамы ілгерден өзі бізде қуырдақ істейді, қуырдақ. Таза етпен қуырдақ істейді. Оны істегенде бабына келтіріп істейді. Оны көп ағайындар, бізде анау қазақ жігіттер бізбен бірге өскен ғой. Үйге келген кезде бір жиналып қалсақ, бәке бір курдинский қуырдақтан заказ беріңіз дейді. Бізде ол ұлттық, ол анау армяндарда тольма дейді, голубцы, өзбектерде палау болады, қазақ ағайындарда бешбармақ болады. Бізде таза ұлттық тағам қуырдақ деп неғам. Бұлайша басқа да көп ұлттық дәстүрлеріміз бар. Сол дәстүрлеріңізден бір ерекше дәстүрді айтып кетіңізші, бізге ұқсамайтын бір. Сіздерге ұқсамайтын дәстүріміз, біздің дәстүр мынау кейде бір анау бұрындағы атамыздан қалып келген ұлттық киімімізді киіп аламыз ғой. Мынау басына мынандай думалақ киіп алады, шашырағы бар. Мынау тумандар киіп алады, әртүрлі розовый, әртүрлі сондай жағдай бар. Басқа да мен шынымды айтсам көп жерінде айта алмай тұрмын, себебі бәрі қазақша болып кеткен біздерде. Қазақша өмір сүріп келгеннен кейін, бәріміз бір шаңырақтың астында өмір сүргеннен кейін біздің бәрі қазақша болған. Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі қандай? Ертең енді жақында өзгеріп тағы да құралайын деп жатыр ғой. Сол туралы айтып кетесіз бе? Қазақстанда мынау ассамблеяның мынау бағана өзіңізден айтып кеттіңіздер ғой. 130-дан астам ұлт пен ұлыстар өмір сүріп келе жатырмыз қазақ мемлекетінде, қазақ елінде. Соны осы бір шаңырақтың астында 130-дан астам ұлт пен ұлыстарды бүйтіп бір жанұяда ұстап келіп жатқан біздің мемлекет, елбасымызға атасына рахмет. Сол себептен осы күнге шейін мынау біздің анау этностардың барлықтары, Қазақстан бойынша этностар жақсы әр кезде жиналған кезде де жиналып, жалғыз күрт халық емес. Күрті бар, кәрісі бар, өзбегі бар, тәжігі бар, Әзербайжаны бар. Бәрі бір ауыздан, бір келісіммен келе жатқан жері бар. Ал енді мен естуім, қазір таңда этноста тағы да бір өзгеретін жағдай болады дейді. Сол өзгерген жағдайда да бәріміз бір заңға бағуымыз керек деп ойлаймын. Бір заңға бағынып, Қазақстан мемлекетінің туының астына заңға бағынып жүрсек, біз үшін сол ауысатын, ауыспайтын бәрі бір келкі болып кетеді деп ойлаймын мен. Аға, өте дұрыс айтасыз. Енді аға, өзіңіздің өзге ұлт өкілдерінен жақын достарыңыз бар ма, бір араласатын орталарыңыз бар ма? Сол туралы айтып кетіңізші. Біздер өзімен қазақша оқырман қаласыз. Қазақша. Өзім Түркістан облысы Ордабасыдан 3 бидің басы қосылған киелі жерде туып өскенбіз. Өте керемет. Жора жолдастарымыз көбісі қазақ жігіттер. Қазақ жігіттермен, қазақ кісілермен араласамыз. Себебі сырымыз бір, жырымыз бір демекші, бірге жүреміз әр кезде. Ал өзіміз ағайындар болса, ағайындар әр кезде ағайындар бірге жүреміз. Біздің ұлттардан да. Бұлайша өзіміз кластасымыз бар, Бақыт деген, Серік деген кластасымыз бар. Бір-бірімізді көрсек, бір үйде туылып өскенде датау бірімізді жақсы сыйлаймыз, жақсы көреміз. Жомарт деген достарымыз бар. Сонау Атырауда, Ақтауда тұратын жігіттер, кластастар, біріміз көрсек, қуанышымызда шек қалмайды, шынды айтсақ. Енді аға, мынау көрермендер, барша көрермендерді алда келе жатқан алғыс айту мерекесімен, Наурыз мерекесімен құттықтасаңыз болады. Мен айтайын дегенім, Құдай қаласа, ертең емес әр күні, 1 Наурыз күні мынау елбасымыз жария қылып, официально 1 Наурыз күні мынау алғыс айту күні деп жариялаған екен. Алғыс айту күндеріңізбен Құдай қаласа барлықтарыңызды, жанұяларыңызбен, баршаларыңызды мынау Қазақстанымызда өмір сүріп жатқан басқа ұлт өкілдері, этнос бар ма, басқасы бар ма, барлықтарыңызға
дендерің сау, аман есен, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Мынау мейрамымызды қарсы алып алып, бір тойдай өткізіп, Қазақстанымыздың шаңырағымен көк туымыздың астында, туымыз желбіріп, астында бірігіп өмір сүріп жүре берейік. Ой, керемет. Ағайын, мынау біздің студиямызға келіп, осындай ашық сұхбаттасқаныңызға, мерекемен құттықтап жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Біздің қазақ ағайындарға айтатын Қараңғы түн екеуміз қол ұстасып келеміз, қолым тиді беліңе, өртендім ыстық деміңе, сол түнді сағындың ба, сезімге салындың ба, бөлмеде екеуміз ғана, кереге иісің ғана. Ақ көйлегің әппақ